Достар, қайырлы күн. Opel Zafira автокөлігі. Бұл көлікте өзінің аккумуляторың әлсіз болса, компьютер арасы таныстығы жоғалып кетеді. Міне көріп тұрғаныңызда дәл осындай чек негатив кетеді. Бұл бізде белгі қазір диагностика түсіп көрейік. Диагностикамыз тықтық. Opcom деген программатор, Opcom деген диагностика жасайтын мен. Мына жерде бізде вин-код не запрограммирован, барлығы кетіп қалған ғой. Датасы да кетіп қалған, пин-код та кетіп қалған, вин да жоқ, барлығы өшіліп кеткен. Бізде міне жанып сөніп тұр. Диагностика кірсек, P1610 бұл енді иммобилайзер және компьютер арасы программирование жасалмаған деп тұр міне. Оны жасау үшін біздер иммобилайзерге кірем. Иммобилайзер кіргесін, оның да ошибкасын оқу керек болады. Fault кодты басамыз. Бұл жерде міне басқаша ошибка жанып тұр. 3059. Двигатель не запрограммирован. Двигателя нет сигнала деп тұр. Оны енді қайтадан оқытып жүреміз. Программингке кірген кезде security деген зат бар. Соны мысал үшін кодын жазамыз. Код жазғаннан кейін барлығы көрсетіп тұрады. Енді функция программирование функции мотордың компьютерін оқыту керек дейді. Соны басамыз. Жаңа Opcom деген бір жақсысы осылай міне дилерлік сканер successfully programmed. Программирование аяқталды, компьютерін қайтадан таныстырдық дейді. Міне уже жаңа жыбылтып тұрған ошибка жоқ. Қайтадан сөндіреміз, қайтадан ашамыз, яғни өшті. Енді көлікті қызық көреміз. Қарайық. Аккумулятор өтіп қалған екен. Сонымен жаңа қыздырайын дегенде қызбай қалған себебі аккумулятор өтіп қалған екен. Көлік, в общем, барлығы, көлік қысқаша айтқанда барлығы жақсы жасап тұр. Оқыттық, оқығаннан кейін барлығы жақсы болды. Кез келген көлікті прикурить етіп жасамаған абзал. Ескі аккумуляторларыңыз болса, жаңасына ауыстырып, қорламаған дұрыс көліктерге. Бұл проблема негізінде конкретно аккумулятор нашар болғаннан компьютер арасы мен жаңа иммобилайзердің арасы таныстығы кетіп қалған, синхронизация дейді. Сол синхронизациясы кетіп қалғасын мәшін қызбай, ана жерде гайканың кілті светі өшіп тұрады. Сондықтан мұқият болыңдар. Өстіп ремонттағаннан көрі бір дұрыс аккумулятор алып алғаның жақсы сол ақшаға. Ал кімде осындай проблема болып жатса, хабарласуыңызға болады. WhatsApp желісінде отырам. Егер телефон алмасам, Instagram, Telegram барлығында отырадым. Хабарласыңдар, кімге керек болса.